Сәлем достар, бүгін осындай өте нәзік әрі дәмді болып шығатын, қазіргі кезде хит болып жатқан карамельный пирогтың рецебін сіздерге ұсынамын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ыдысымызға 100 грамм жұмсақ майды саламыз, 50 грамм қант саламыз. Екеуін вилкамен немесе блендермен араластырамыз. 200 грамм ұнға 1 шай қасық разрыхлитель салып, араластырып, осы ұнды да қосып барлығын араластырамыз. Бір жұмыртқамызды салып, бірінші вилканың көмегімен, одан кейін қолымызбен қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Салафанға салып, тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Енді начинкамызды жасаймыз. Ол үшін осындай вареный сгущенка алдым. Сапасы жақсысынан алыңыздар. Үстіне 2 жұмыртқа қосамыз. 250 грамм қаймақ қосамыз. Барлығын блендердің көмегімен біркелкі масса болғанға дейін араластырып шығасыздар. Үстелдің үстіне біраз ұн сеуіп, қамырымызды жайып шығамыз. Мендегі форманың көлемі 22 сантиметр. Алдымен майлап алдым. Осының үстіне жаңағы қамырымызды жайып шығамыз. Қолымыздың көмегімен дұрыс жайылмай қалған жерлердің барлығын жөндеп шығамыз. Вилканың көмегімен осылай барлық жерін тегістеп шығамыз. Начинкамызды құйып, қызып тұрған духовкаға 35-40 минутқа қоямыз. Пысып болған пирогыңызды 2-3 сағат тоңазытқышта суытып алып, бірақ кесіңіз. Өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!